Сәлем достар. Бүгін сіздерге дәрумендер, витаминдер жайында айтатын боламыз. Адам ағзасы витаминдермен дұрыс жұмыс істейтінін белгілі. Солардың ішінде теріге нақты керекті 6 түрлі витаминдер туралы ақпарат береміз. Витамин А, ретинол, бұл витамин терінің жаңаруына және жасаруына көмектеседі, коллаген өндірісін ынталандырады және әжімдердің пайда болуын азайтады. Витамин С, аскорбин қышқылы, бұл антиоксидант терінің жарқырауын және біркелкілігін жақсартады, коллаген өндірісін арттырады және қара дақтардың азаюына көмектеседі. Витамин Е, бұл антиоксидант терінің ылғалдылығын сақтауға көмектеседі, қабынуды азайтады және бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Витамин Д, бұл витамин терінің денсаулығын жақсартады, себебі оның қабынуға қарсы қасиеттері бар және терінің қалпына келу процесіне көмектеседі. Витамин К, бұл витамин терінің түсін жақсартады, әсіресе көз астындағы қарадақтарды және тыртықтарды азайтады. Витамин Б3, ниацинамид, бұл витамин терінің тосқауыл функциясын жақсартады, қабынуды азайтады және безеулерді емдеуге көмектеседі. Тері күтімі үшін осы витаминдерді тағамнан немесе қоспалардан алу маңызды, сондай-ақ оларды құрамында бар өнімдерді қолдану арқылы да тері күтімін жақсартуға болады.